Сәлеметсіздер ме, құрметті 5-ші сынып оқушылары. Қазақ тілі сабағын бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы шоқ жұлдыздар. Созвездие. Оқулықтың 56-57 беттерін ашайық. Жаңа сөздерді жаттайық. Знакомимся с новыми словами. Шоқ жұлдыз, созвездие. Жорамалдаған, прогнозируемый. Мәңгілік өзгермейді, никогда не меняется. Ілім, учение. Дәлелдеу, доказывать. Дөңгелек, колесо. Ғылымды дамыту, развивать науку. Ал енді оқулықтың 57-ші бетіндегі 3-ші тапсырмаға қарайық. 57-я страница, 3-е задание в учебнике. Тыңда, мәтінді оқы. Прослушайте текст и попробуйте его прочитать. Ерте заманнан адамдар жұлдызды аспанды шоқ жұлдыздарға бөлген. Қазіргі кезде 88 шоқ жұлдыз бар. Көп уақытқа дейін жұлдыздар орнынан қозғалмайды деп жорамалдаған. Аристотель заманынан бастап ғасырлар бойы жұлдызды аспан мәңгілік өзгермейді деп сенген. Аспан хрусталь сфера, оның сыртында құдайлар өмір сүреді деп сенген. 16-шы ғасырдың соңында Джордано Бруно жұлдыздар күн сияқты аспан денелері деген пікір айтқан. Ғалымдар жұлдыздарды дүние жүзіндегі үлкен расатханалар мен астрономиялық орталықтарда зерттейді. Қазақстанда Астрофизика институты зерттейді. Неміс ғалымы Бессель аспан әлемін зерттеген. Бессель жаңа аспан денелерін ашқан. Ғалым әлемдегі бірінші астроном. Ол 75 мың жұлдыздың орнын анықтап, Коперниктің ілімін дәлелдеген. Коперник жердің дөңгелек екенін алғаш айтқан. Бессель Кенигсберг растханасында жұмыс істеген. Бессель 19 ғасырда ғылымды дамытуға көп еңбек еткен. С древних времен люди делили звездное небо на созвездия. В настоящее время определены 88 созвездий. Много веков люди думали, что звезды неподвижны. Со времен Аристотеля веками верили в то, что звездное небо никогда не меняется. Было мнение, небо – это хрустальная сфера, а за ней живут боги. В конце XVI века Джордано Бруно высказал данное предположение: звезды, как солнце, небесные тела. Ученые изучают звездное небо в обсерваториях и астрономических центрах. У нас в Казахстане есть Институт астрофизики. Звездное небо также изучал немецкий ученый Бессель. Он открыл новые звезды. Бессель стал первым астрономом. Он определил место 75 тысяч расположения звезд. Доказал учение Коперника. Коперник предполагал, что Земля круглая. Бессель работал в обсерватории Кенигсберга. Бессель вложил огромный вклад в развитие науки в 20 веке. Ал енді оқулықтың 56-шы бетіндегі 2-ші тапсырмаға қараймыз. Открываем в учебнике 56-ю страницу, 2-е задание. Берілген етістіктің түбірін анықта. Определите корень данных глаголов. Болымсыз етістікке айналдыр. Образуйте отрицательную форму глагола. Вспоминаем, что такое глагол. Глагол – это такая часть речи, которая отвечает на вопросы «что делать», «что сделать» и обозначает действие предмета. Глагол – это етістік. Етістік дегеніміз заттың іс-әрекетін білдіретін сөз табы. Не істеді, қайтты деген сұрақтарға жауап береді. В казахском языке отрицательная форма глагола образуется с помощью суффиксов «маме», «бабе», «папе». Например, первый глагол в этом задании «бөлген». Корень слова «бөл»
Образуем из этого слова, из этого глагола отрицательную форму. Бөлмеген. Бөлген – разделил, бөлмеген – не разделил. Қозғалған – сдвинутый или перемешанный, қозғалмаған – не сдвинутый, не перемешанный. Ойлаған – подумал, ойламаған – не подумал. Жорамалдаған – предполагал, жорамалдамаған – не предполагал. Айтқан – айтпаған, зерттеген, зерттемеген, өзгерген, өзгермеген, ашқан, ашпаған, анықтаған, анықтамаған, жұмыс істеген, жұмыс істемеген, дәлелдеген, дәлелдемеген, еңбек еткен, еңбек етпеген. Есте сақта, ертеде адамдар жұлдызды аспанды шоқ жұлдыздарға бөлген. 88 шоқ жұлдыз бар. Бруно, жұлдыздар күн сияқты аспан денелері деген пікір айтқан. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатты болыңыздар. На этом наш урок заканчивается. До новых встреч. Всего хорошего, ребята.